құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен 7-ші сыныптағы физиканың механика бөлімін қарастырамыз. Яғни табиғаттағы болып жатқан құбылыстардың ішінде қозғалысқа қатысты құбылыстардың барлығын физиканың механика бөлімі зерттейді. Енді механикалық қозғалыс деген ұғымға анықтама берейік. Механикалық қозғалыс дегеніміз белгілі бір уақыт өтуіне қарағанда бір дененің басқа денемен салыстырғандағы өзінің бастапқы орнын өзгертуі. Яғни бұл жерде бір денемен салыстыру дегеніміз бір денені санақ денесі ретінде қабылдап аламыз. Мысалға айтатын болсақ, мына столға қатысты санақ денесі деп алсақ, мен өзімнің орнымды өзгертсем, яғни механикалық қозғалыс жасадым деп саналады. Енді механикалық қозғалыс кезіндегі бірнеше шамалар бар. Біз түсіну керек ұғымдар бар. Олардың біріншісі материалдық нүкте. Енді материалдық нүкте дегенде балалар қозғалысты қарастырамыз. Мысалы айтайық, Қарағанды қаласынан Алматы қаласына жүретін пойызды қарастырайық. Ол кезде пойыздың білесіңдер сендер ұзын. Мысалы пойыздың әр нүктесі бас жағы бірінші кіреді, артынан кіреді деген сияқты. Бірақ та ол жағдайда қозғалыста біз пойызды және сол қарастырып отырған қозғалысты материал нүкте деп аламыз. Себебі ол бізде қозғалысты қарастыруға көптеген жеңілдіктер береді. Енді материал нүкте дегеніміз не? Қарастырып отырған қозғалыс жағдайында қарастырып отырған дененің өлшемін елемеуге болады. Яғни Қарағанды қаласы мен мысалы Алматы қаласына дейінгі арақашықтықта пойыздың мысалы өлшемі, яғни пойыздың ұзындығы елемеуге болады. Өйткені бәленбай шақырым мысалы, пойыздың ұзындығы қандай да бір метрлер. Енді сол кезде біз пойызды тек қана бір нүкте деп аламыз. Ол нүктені материалдық нүкте деп атайды. Енді қозғалысты қарастырған кезде мынандай ұғымдар бар. Материал нүктені бітірдік. Екінші ол қозғалыс траекториясы деген бар. Қозғалыс траекториясы. Және орын ауыстыру деген бар. Орын ауыстыру. Мысалы, қандай да бір дененің А нүктесінен, мысалы, Қарағанды қаласынан, мысалы, бір Алматы қаласына қарай жүрген, мысалы, ізін қарастырайық дейді. Бұлай болсын. Бойша. Мысалы, бір нүктесіне дейін қозғалды дейді. Енді осы қозғалыс кезінде артынан қалған ізі ол қозғалыс траекториясы болып табылады. Яғни мынау түзу міне, мынау сызық. Бұл бізде не болып табылады? Қозғалыс траекториясы болып табылады. Қозғалыс траекториясы. Траекториясы. Ал орын ауыстыру дегеніміз балалар, ол бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын бағытталған түзу кесінді, яғни векторлық шама. Бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын бағытталған түзу кесінді, ол уже орын ауыстыру болады. Орын ауыстыру балалар S вектор. Ал қозғалыс траекториясының осы артынан қалған, яғни мынау іздің ұзындығы, ол уже жүрілген жол. S. S орын ауыстыру векторлық шама, яғни бастапқы орын мен соңғы орын қосады. Ал артынан қалған жолдың ұзындығы, яғни қозғалыс траекториясының ұзындығы, ол уже жүрілген жол. Жүрілген жол. Енді механикалық қозғалыстың біз сендермен 7-ші сыныпта қарастыратын екі қозғалыс түрі бар. Ол түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс және түзу сызықты бір қалыпсыз қозғалыс. Осы екеуінің ажырата білу керек. Дене егерде балалар бірдей тең уақыт аралықтарында ұзындықтары бірдей жол жүретін болса, ол түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс. Мысалға айтайық. Мысалға бір автомобильді алайық. Автомобиль мына түзу сызық бойымен қозғалды дейді. Осы кезде ол мына жолдың мына S1, S2 және S3 өзара тең болса, S1 тең, S2 тең, S3 түсініп отырсыңдар, яғни мына ұзындық үшеуі бірдей болса, бір-біріне тең болса, және осы ұзындықтарды T1, T2, T3 тең уақыт аралықтарында жүріп өтсе, бұндай қозғалыс бір қалыпты қозғалыс деп аталады. Енді түзу сызықты бір қалыпсызға келейік. Мысалы, осы автокөлігіміз, айтайық, осы автокөлігіміз түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс. Осы автокөлігіміз қозғалды дейік. Яғни ұзындықтары S1 мынадай, S2 мынадай, және S3
Мысалы, одан да ұзын. Сендер көріп отырсыңдар, S1 кішкене қысқалау, S2 одан ұзындар, S3 барлығынан ұзын. Яғни осы 3 бөлік 3 түрлі. Осы 3 бөлік 3 түрлі болса да, осы тең уақыт аралықтарында тең болады 3 ұзындықтары әртүрлі жол жүрсе, бұндай қозғалысты бір қалыпсыз, түзу сызықты бір қалыпсыз қозғалыс деп атаймыз. Енді балалар қозғалысты негізгі сипаттайтын шамаларға тоқтайық. Бұл бізде есеп шығару үшін өте маңызды. Механикада қозғалыстарды зерттеп, және оларға есеп шығару үшін негізгі шамалар. Яғни біріншісі S. Жүрілген жол. Жүрілген жол. Балалар, жүрілген жол бізде халықаралық бірліктер жүйесінде біз сендермен өттік. Кез келген ұзындық шама физикада метрмен өлшенеді. Және жүрілген жол сол сияқты халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі ол метр. Мен квадрат жақшаға халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігін жазайын. Екінші шама ол жылдамдық. Жылдамдық. Жылдамдықтың өлшем бірлігі балалар метр бөлінген секундқа тең. Үшінші шама ол уақыт. Уақыт әркіммен белгіленеді, оның өлшем бірлігі секунд. Бізде яғни есеп шығарған кезде біз секундпен шығаруымыз керек. Енді балалар есеп шығару кезінде мынадай қиындықтар туы мүмкін. Яғни осы берілген шамалар халықаралық бірліктер жүйесінде емес, басқа мысалы өлшем бірліктермен берілуі мүмкін. Мысалға айтайық, S тең айтайық 14 километр деп. Бұл жерде біз білеміз, S өлшену керек метрмен, яғни К бізде бұл қосымша. Енді оны біз кило екенін білеміз. Яғни 14 кило дегеніміз 10-ның 3 дәрежесі метрге тең. Ол болады 14.000 мысалы метрге тең болады. Осылай бірліктер жүйесінде халықаралық бірліктер жүйесін келтіру керек. Жылдамдықтың көп кездесетін ол, мысалға айтайық, 36 километр бөлінген сағатпен беріледі. Ал бізде жылдамдық өлшену керек, ол метр бөлінген секундпен. Яғни километр сағатты метр секундқа айналдырамыз. Ол үшін 36-ның өзін жазамыз, көбейтеміз. Километрде неше метр бар? Яғни 1000 метр бар. 1000-ға көбейтеміз. Бір сағатта, яғни 60 минут, 60 минуттың әр минутында 60 секундтан бар. Яғни 3600 секунд. Бұна жерде метр болды, бұна жерде секунд болды. Бұна 2-0 мен бұна 2-0 қысқарып жіберем, 36 қысқарады. Яғни шығады 10 метр бөлінген секунд. Осы сияқты 54 км сағат, 72 км сағат, 18 км сағат дегеннің барлығын осылай айналдыруға болады. Енді уақыт. Мысалы, кейде болады минутпен беріледі, мысалы 1 минут дейік. Сендер білесіңдер 1 минутта 60 секунд. Немесе мысалы 4 тең болады, беріледі, мысалы айтайық 0,5 сағат дейді. Яғни 0,5 дегеніміз 1 сағаттың жартысы. 1 сағатта 3600 секунд болса, 0,5 сағатта 1800 секунд болады. Міне, енді балалар, осы қозғалыс кезінде бір қалыпты, түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс кезінде және түзу сызықты бір қалыпсыз қозғалыс кезіндегі осы айтып отырған шамаларды байланыстыратын формулалар бар. Ол түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс кезінде айтайық бірінші. Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс деге, мысалы, жүрілген жол тең болады S тең V көбейтілген T-ға. Яғни жылдамдық көбейтілген уақытқа жүрілген жолды анықтауға болады. Осы формуладан, мысалы, жылдамдықты анықтайтын болса, S бөлінген T-ға. Осы формуладан T-ны анықтайтын болса, S бөлінген V-ға, яғни жылдамдыққа. Міне балалар, негізгі осы түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс кезінде сипаттайтын негізгі формулалар осылар. Және де дене, мысалы, түзу сызық бір қалыпты емес, бағанағы біз айтқандағыдай бөлік және әртүрлі бөліктермен қозғалатын болса, яғни түзу сызықты бір қалыпсыз қозғалса, ол кезде балалар біз әр жүрген жолдың бөліктерінің орташа жылдамдығын анықтауға болады. Яғни ол кезде 3 бөлікке 3 бөліктің жылдамдығын сендер түсінсіңдер, әртүрлі болады. Және осы әртүрлі жылдамдықтардың орташа жылдамдығын анықтау формуласы бар.
Ол, яғни S1 қосылған, S2 қосылған, мысалы айтайық S3 неше бөлік болса, яғни Sn бөлінген сол жолдарды жүріп өтуге кеткен уақыттардың қатынасына, яғни T1 қосылған T2 қосылған мысалға T3 яғни неше бөлік болатын болса, соншаға Tn-ға дейін. Яғни әр жолдардың бөліктерінің сол жолдарды жүріп өтуге кеткен уақыттарының қосылысына мысалы бөлгенге тең болады, орташа жылдамдық. Енді балалар бір ескере кететін жағдай, мысалы сендерде әр жолдардың V жылдамдықтары берілсе, оны математикалық орташа мәнмен анықтай салуға болмайды. Физикада ол мысалы басқаша мән шығып кетеді. Яғни сенде мысалы әр бөліктің жылдамдықтары берілсе, сен 3 бөлік болса 3V-ны қосып 3-ке бөлсеңдер, ондай басқаша шама шығады. Ол дұрыс емес болып саналады. Жақсы, енді балалар, есеп шығару үлгісіне келейік. Бір есепті шығарып көрсетейін. Мына формулалар осы жақта тұра берсін. Сіздер 7-ші сыныпқа алғаш физиканы алғаш бастағандықтан есеп шығару өзінің бір реті болады және мысалы бір ерекшеліктер бар. Соны міндетті түрде сақтау керек. Оқулықтағы 2/1 жаттығудың 3-ші есебін шығарайық. Велосипедші бір қалыпты қозғалып 30 минут ішінде 9 километр жол жүрген. Велосипедшінің жылдамдығын метр бөлінген секундпен есептеп табыңдар. Жазайық. Жаттығу номері 2/1. Үшінші есеп. Балалар міндетті түрде берілгенін жазу керек. Берілгені. Осы берілгеніне қарап, сендер қазір есеп шығарасыңдар. Берілгені бір қалыпты қозғалып 30 минут ішінде дегеннен сендер білесіңдер, ол нәрсе уақыт. 30 минут. 9 километр жол жүрілген. Яғни жүрілген жолымыз S, ол 9 километр. Текесінен сызамын. Табу керек шаманы астына жаны, яғни табу керек. Велосипедшінің жылдамдығы метр секунд есебімен. Яғни жылдамдық V-ны анықталады. ХБЖ-ға келтіру керек, себебі мен уақыт секундпен жүрілген жол метрмен өлшенеді. Халықаралық бірліктер жүйесі сызамын. Яғни 30 минут бағанаға айтқан 0,5 сағатымыз, ол жарты сағатымыз 1800 секундқа тең. Жүрілген жолымыз 9 километр, яғни ол 9000 метр. Формула дейік. Формула. Бұнан берілген формула, яғни ішінде V-ны анықтаудың формуласы S бөлінген T. S бөлінген T. Шешуі деп астына жаза берейін. Шешуі V тең болады. S-тің орнына, міне бала қараңдар, формула дегеннен кейін астына осы жердегі оң жақ бөлігіне әрқайсының өзінің шамасын халықаралық бірліктер жүйесіндегі мәнін қоямыз. S-тің орнына 9000 метр бөлінген 1800 секунд. 2 нөл қысқарады. 90-ды 18-ге бөлген кезде 5 шығады. 5 метр бөлінген секундына. Яғни жауабы V тең болады 5 метр бөлінген секундына. Міне балалар, менің айтқым келіп отырғаны, есеп шығару үлгісінен басқаша шығаруға болмайды. Яғни осы түрде шығарсаңдар, кез келген есеп дұрыс шығады. Жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет.